Ассалаумалейкум достар, мінеге көп ұзамай тағы да разбор. Бүгінгі разборда біздер Сәуіржан Төлештің Ағам бар менің әнін және Төреғалидің Ағама әнін үйренетін боламыз. Әдеттегідей видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетеміз. Ал мен бастайын. Қазір мен сендерге бірінші шумақты айтып беремін, сосын соған разбор жасаймыз. Ағам бар менің, арқа сүйеп еркелейтін ағам бар менің, алға қарай жетелейтін ағам бар менің, алтындарда тең келмейтін ағам бар менің. Так, бастайық. Аккордтар мынандай АМ, одан кейін DM, сосын Е. Үш аккорд ғана. Қағысы мынадай. Негізі төрт қағыспен ойнауға болады былай. Ағам бар менің деп ойнауға болады, бірақ мен жаңағы қағысты көрсетемін. Так, в общем былай болады. Төмен, жоғары, потом глушка, жоғары, төмен. Бір нәрсені қайталай бересіңдер. Төмен, жоғары, глушка, жоғары, төмен, төмен, жоғары, глушка, жоғары, төмен. Я бастайық. Ағам бар менің, арқа сүйеп еркелейтін. Сосын DM-ға барамыз. Ағам бар менің, алға қарай жетелейтін. Е аккордына барамыз. Сосын ағам бар менің, алтындарда тең келмейтін. АМ-ға келеміз. Ағам бар менің. Потом А деген аккордқа барамыз. Ұмытып кетіп қоймай. Мына АМ-ды аяқтағаннан кейін А деген аккордқа барамыз. То есть, міне, алтындарда тең келмейтін. И потом АМ, ағам бар менің. Потом А аккордына. Бұл жерде еш нәрсе айтпаймыз. Бұл переход қайырмасына. Давайте бір көрсетейін тағы да. Ағам бар менің, арқа сүйеп еркелейтін ағам бар менің, алға қарай жетелейтін ағам бар менің, алтындарда тең келмейтін ағам бар менің. Енді қайырмасына келген кезде біздер мынандай DM, G, C, AM, потом DM, E деген аккордтарды қолданамыз. Так, мен сендерге қазір айтып берем, сосын асықпай көрсетемін. Так, мына жерде біздер шумақты аяқтадық. А аккордынан, сосын қайырмасын бастаймыз. Ақылшым ағам, қолда барын бөліп берген әлесіп саған, ізінен мен еріп келем әкемдей болған, қамқоршым қорған, ей ардақты ағам. Енді екінші рет қайырмасын екі рет айтады, то есть соны екінші рет ойнаймыз. Тек қайырмасын екінші рет айтқан кезде соңында екі жол қосылады. Так, бастайық. То есть екінші рет айтып жатыр мен. Ақылшым ағам, қолда барын бөліп берген әлесіп саған, ізінен мен еріп келем әкемдей болған, қамқоршым қорған, ей ардақты ағам. Енді екі жолды қосамыз. Жол көрсетіп алдамаған жырағау аман. Енді разборды бастайық. Біздер DM аккордынан бастаймыз. Міне, мына жерде аяқтадық шумақты. Дейміз де, и қайырмасын бастаймыз. Ақылшым ағам, потом G аккорд. Қолда барын бөліп берген, потом С. Әлесіп саған, АМ барамыз. Ізінен мен еріп келем, потом DM, әкемдей болған, Е аккорды қамқоршым ағам, ей АМ ардақтым ағам. Потом А аккордына тағы барамыз. Егер білеміз. Енді екінші қайырмасы басталды. Ақылшым ағам, қолда барын бөліп берген әлесіп саған, ізінен мен еріп келем, DM, әкемдей болған, Е қамқоршым ағам, ей ардақтым ағам. Тұра береміз. И жаңа екі жолы. Жол көрсетіп алдамаған жырағау аман.
осылай келесі екінші шумағымен қайырмасы дәл осылай қайталанады. То есть екінші шумақ бірінші шумақ сияқты ойналады, ал қайырмасы дәл осылай. Достар, егер де бірінші әнді үйреніп болсақ, онда екінші әнді бастаймыз. Ақ үйден күллі жарқырап, адалдығыңмен арқырап, әнімде құшақ жайғанда, қабағын еткен жарқына, таласып ақ сөйтенбей ақ, бір үйден өсіп өнбей ақ, жанашыр болып кеттің ау, бауырым болсын сенбей ақ. Так, енді бастайық. Бұның аккордтары үшеу, АМ, ДМ, Е аккордтары. Қағысы мынандай. Онда төмен, төмен, жоғары, клышка, жоғары, төмен, жоғары. Төмен, төмен, жоғары, клышка, жоғары, төмен, жоғары. Төмен, төмен, жоғары, клышка, жоғары, төмен, жоғары. Осылай. Бірақ та біздер көп жерлерінде біз қысқа ғана ойнаймыз, былай төмен, төмен, жоғары. Өйткені тез-тез ауысу керек бұл жерде. Именно шумағын ойнаған кезде. Именно ақ үйден дегенде. Ақ үй. Мына жерде төмен, төмен, жоғары. И сразу ауысып кетен дем бар. Аяғын ұстап тұрамыз. Ақ үй, дем. Дем күллі жарқырап. Тағы да бастайық. Аяғым аккорды. Ақ үй. И потом мына жерде толық ойнаймыз. Дем күллі. Сосын еге барамыз. Жарқырап. Бұл жерде төмен, төмен, жоғары. И потом аяғымға келеміз. Тағы да. Ақ үйден күллі жарқырап. Сосын адалдығымен арқырап деген жерде біздер жаңағыны қайталаймыз. Адалдығымен арқырап. Басынан бастар. Ақ үйден күллі жарқырап, адалдығымен арқырап. Сосын әнімде дегенде дем барамыз. Әнімде құшақ жайғанда. Тағы да дем. Әнімде құшақ жайған еді, қабағын еткен жарқын ақ. Так, то есть әнімде құшақ жайғанда, қабағын еткен жарқын ақ. Деп бір рет ойнаймыз аямды, сосын неге барамыз, жалғастырамыз диемға. Таласып ақ сөйтенбей ақ. Дием және аям аккордтарын ойладым. Сосын аям аккордына тұра береміз. Бір үйден өсіп өнбей ақ. Е аккордына барамыз. То есть басынан бастайық. Таласып ақ сөйтенбей ақ. Бір үйден өсіп өнбей ақ. Сосын жанашыр дегенде диемға барамыз. Жанашыр болып кеттің е ау. Тағы да. Жанашыр болып кеттің ау. И аккордына тұра береміз. Бауырым болсын сендей ақ. Аяғына береміз. Шумағын аяқтадық. Енді көп қайырмасына келдік. Бұл жерде біздер дием аккордынан бастаймыз. Бір айтып жойын. Менің ағам керемет, бұдан артық не керек, қамқоршымыз болып жүрін себелеп. Енешемді сыйлаған, өзі жұртқа сыйладым, ағам бардау алдым дау, неге қиналам. Бұл жерде бір нәрсе қайталана береді. DM, IM, E, IM, DM, IM, E, IM. Осылай қайталана береді. Ал қағысын біз бір рет ойнаймыз, каждый әрбір аккордқа. Давайте бастайық. Менің ағам, менің ағам керемет, бұдан артық не керек, қамқоршымыз болып жүрмін.
сізді сыйлаған өзі жұртқа сыйладым. Ағам барда алдымда неге қинал. Достар, осылайша бүгінгі ерекше разборымызды аяқтаймыз. Бұл әндердің нелердің текстін және аккордтарын телеграм каналға қазір саламын, сол жерден көре аласыңдар. Келесі разборда көріскенше.